бір кісілер мешітке келіп айтады: имам, ұстаз, жолым жабық, жолымды ашып бересіз бе деп айтады. Біз айтамыз: қайдан білдіңіз, немесе кім айтты сізге жолыңыздың жабық екенін? Мүмкін жұмысыңыз жүрмей жатыр, ауру бар шығар, сол себептен ойладыңыз ба? Немесе бір кісілер жолыңды аштыр деп айтты ма? Қалай болғанда да ойға қате ақпаратты жібермеу керек. Жақсы ой жарымыз үнемі ала жайлы, жалпы өзіңіз жайлы жақсы ойда жүру керек. Менің осы сынақ келді, сынаққа қарата қуаныш бар, Алла көтере алмайтын жүкті жүктемейді, бұдан да өтіп кетемін деген секілді жақсы ойда жүру керек. Әйтпесе жолым жабық екен, менің жұмысым жүрмейді, мен осылай болмайды деген секілді ақпарат қате ой болатын болса, онда сіз ауруға, күйзеліске, уайым қайғыға үнемі түсесіз. Соның арқасынан мүмкін үлкен бір қасіретке, ауруға да шалдығып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан үнемі жақсы ойда болыңыз. Мешітке келіп қол жайғаныңыз өте орынды. Осылай секілді жақсылықты Алладан сұраңыз, Алладан үміт үзбеңіз. Алланың рахмы, мейірімі кең. Жаңағыдай қате ойдың орнына жақсы ойда болыңыз. Алла жазса, бұдан да өтіп кетем, бұл тығырықтан шығып кетем, соңы жақсы болады деген секілді жақсы ойда болыңыз. Сол кезде Алла тағала сізге көп ұзамай-ақ жеңілдігін, жақсылығын сізге нәсіп етеді.